Достар, бүгін сіздерге жас келіннің бір қара жігітпен танысып, таңға дейін бірге болған оқиғасын айтып берем. Бұл оқиға қалай басталды? Әрі қарай не болды? Бәрін өздеріңіз естисіздер. Достар, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Кім қай қаладан қарап отыр, комментарийге жазып қойыңыздар, қызық болсын. Ендеше кеттік достар, бастаймыз. Ана 25 жаста еді. Көзінде бір мұң, ішінде бір шаршау. Үйінде бәрі бар, жылы пәтер, қамқор күйеу, тұрақты жұмыс. Бірақ бір нәрсе жетпейтін. Ол сезімнің шынайылығын, жүрек дүрсілін, бір кездері түнгі терезеге қарап қиялдайтын сол тәтті толқуды сағынған. Күйеуі Тимур оны жақсы көретін, бірақ күнделікті тіршілік екеуін баяу суытқандай еді. Таңғы асы үнсіз өтеді, кешкілік екеуі экранға телміріп отырады. Айдана өзін тірі адам емес, бір сценарий бойынша өмір сүріп жатқан кейіпкер сияқты сезінетін. Бір күні жұмыстан қайтып келе жатып, жаңбыр астында аялдамада тұра қалды. Аспаннан себелеген ұсақ тамшылар оның шаштарын жабыстырып, жүрегін әлденеге итермелегендей болды. Сол сәтте оның жанынан ұзын бойлы, қара торы бір ер адам өте шықты. Қолында қолшатыр, көзінде жылы күлкі. «Кешіріңіз, сізге қолшатыр керек сияқты», деді ол ағылшын акцентімен. Айдана сәл абдырап қалды, бірақ басын изеді. «Рахмет, шынында да керек боп тұр», деді күліп. Олар иық тірестіре тұрды. Екеуінің арасында бір түрлі үнсіз үйлесім орнады. Ер адам өзін Дэниел деп таныстырды. Қазақстанда ірі компанияда инженер болып істейтінін айтты. Әңгімесі жеңіл, көзі сенімді еді. Айдана алғаш рет біреумен сөйлескенде өз ойын жасырғысы келмеді. Керісінше, бәрін айтқысы келді. Ол күлді. Күлген сайын көз қиығында ұсақ әжім пайда болып, оны одан сайын тартымды ететін. Дэниелдің даусында сабыр бар, бірақ соның астында жұмбақ жылулық сезілетін. Жаңбыр басылғанда ол: «Сізді үйге дейін жеткізіп салайын», деді. Айдана әдетте жоқ дер еді. Бірақ сол сәтте ішінде бір дауыс «Иә» деді. Мүмкін бұл жаңбыр әсері шығар, мүмкін сол көзқарас. Көлік ішінде екеуі үнсіз кетті. Радиода баяу әуен ойнап тұрды. Айдана терезеден сыртқа қарап, әлде қайда кетіп бара жатқанын сезінді, тек қала көшелері емес, өз өмірінен де алыстап бара жатқандай. Кешке үйге кіргенде Тимур диванда ұйықтап жатты. Теледидарда спорт арнасы, үстелде суыған шай. Айдана қол шатырды бұрышқа қоя салып, біраз уақыт үнсіз тұрды. Жүрегі түсініксіз бір толқумен дүрсілдеп тұрды. Кеше ғана бәрі бір сарынды көрінсе, бүгін бәрі басқаша. Ол тіпті өз пәтеріндегі иісті де басқаша сезінді. Сол түні ұйықтай алмады. Телефонын ашып, әлеуметтік желіден Дэниел деген атпен іздеді. Көп іздемей тапты, таныс күлкі, сол көздер. Бір сәт ойланбай, фала батырмасын басты. Ертесіне жұмысқа асығып бара жатқанда телефоны дір етті. Хабарлама: «Good morning, Айдана, have a nice day». Ол еріксіз жымиып, жүрегі тағы да дүрс етті. Сол күннен бастап бәрі өзгерді. Күн сайынғы әңгімелер, қысқа хабарламалар, бейне қоңыраулар, бәрі оның өміріне жаңа дем берді. Тимур ештеңе сезген жоқ. Бірақ Айдана енді өзін бұрынғыдай сезінбейтін. Дэниелдің сөздері жұмбақ еді. Әр сөйлемінде бір сыр жатқандай. Кейде ол түн ортасында жазатын: «Айдана, сенде бір ерекше жарық бар. Мен оны алғаш көрген сәттен сездім». Айдана жауап жазғысы келмейтін, бірақ қолы өзінен өзі теріп кететін. Ол енді жай ғана әйел емес, өз әлемін жаңадан тапқан адам еді. Бірақ бір күні ол Дэниелмен қайта кездесуге шақыру алды. «Ертең сенбі ғой. Кездесейік пе?» Жүрегі дүрсілдеп кетті. Ойы мен сезімі таласып жатты. «Қайда?» деді жай ғана. «Бір жерде. Көресің». Сол сәтте Айдана сезді, бұл кездесу оның өмірін өзгертеді. Ол неге екенін білмесе де, ішкі түйсігі солай деді. Жанел сол түні көз ілмеді. Көз алдында тек Марктың сол биік бойлы, жылы күлкілі бейтаныс жігіттің жүзі тұрды. Ол аялдамада алғаш көргендегі жұмбақ әсерінен арыла алмай жүрді. Бір түрлі жаны тыныш, бірақ іші алай-түлей еді. Күйеуі Азаматтың соңғы кездері бәрі өзгеріп кеткен.
Үйде үнсіздік арасында бір-екі сұрақ, бәрі қысқа, бәрі салқын. Ол бұрынғыдай қамқорлық көрсетпейді, тіпті көзінен де жылылық жоғалғандай. Ал Марк жаңа бір әлем еді. Онымен сөйлескен сайын, Жанел өзін ұмыт қалған әйел емес, тірі жан сезінетін. Бір күні Марк оған хабарласты. «Сен қазір боссың ба?» деді ол баяу, сенімді дауыспен. «Иә», деді Жанел, жүрегі тарсылдап. «Мен бір жерге апарғым келеді сені». Олар қала сыртындағы шағын кофеханаға барды. Терезеден түсіп тұрған жылы жарық, жайлы музыка, үстел үстіндегі буы бұрқыраған кофе, бәрі соншалықты қарапайым, бірақ жүрекше тыныштық сыйлы. «Сенде мұң бар», деді Марк оның көзіне қарап. «Иә, бірақ оны ешкім көргісі келмейді», деді Жанел күлімсіреп. «Мен көрем». Сол сәтте Жанелдің тамағына бір нәрсе тығылғандай болды. Бұл сөздер оған күтпеген жылулық сыйлады. Марк оның қолын жай ғана ұстады. Бұл жанасу ешқандай артық сезімсіз, тек түсіністік еді. Бірақ Жанел үшін бұл жанасу ең қымбат сәтке айналды. Олар ұзақ сөйлесті. Әңгіме бірінен бірі өріліп, күлкі аралас, сыр аралас өтті. Уақыттың қалай өткенін де байқамай қалды. Кетерде Марк көлігінің есігін ашып, оған иегін сәл иіп тұрып күлімсіреді. «Келесі жолы сені теңізге апарғым келеді», деді ол. «Теңізге ме?» деді Жанел таңырқап. «Иә, сен теңізге лайықсың». Сол түні ол үйіне оралғанда Азамат диванда ұйықтап жатқан. Теледидардың жарығы оның жүзіне түсіп тұр. Бірақ ол мүлде бөтен адамдай көрінді. Жанел үнсіз өз бөлмесіне кіріп, айна алдында ұзақ тұрды. Көздері жарқырап тұрды. Бір түрлі өмір қайта басталғандай. Келесі демалыс. Марк айтқанындай теңізге шақырды. Жол бойы музыка, ашық аспан, Марктың жеңіл әзілі бәрі Жанелдің ішіндегі мұңды сейілтті. Олар жағалауға келгенде Марк оған: «Мынау сенің күліңдей таза күн», деді. Жанел алғаш рет еш ойсыз, еш қорқынышсыз күлді. Ол өзін бақытты сезінді. Сол сәтте камера сияқты өмір кадр-кадрмен есінде қалды. Желдің самалы, толқынның иісі, Марктың сенімді жүзі. Бірақ бәрі соншалық тамаша болғандықтан ол бір сәтке шошып кетті. «Марк, сен неге менімен сонша мейірімдісің?» «Өйткені сен мейірімге лайықсың», деді ол жай ғана. Жолда қайтып келе жатқанда Жанелдің телефонына Азаматтан хабарлама келді. «Қайдасың?» Сол сәтте ол өз өмірінің екіге бөлінгенін анық сезді. Бір жағы жылдар бойғы салқын неке, екінші жағы өзін тірілткендей әсер еткен жұмбақ бейтаныс. Сол түні ол Марктан қоштасарда ұзақ қарап тұрды. Бір түрлі тартыс жүріп жатты ішінде. «Қалсам ба? Әлде кетейін бе?» Марк оның көзінен бәрін ұқты. «Ештеңе айтпа», деді ол жай ғана. «Уақыт өз жауабын береді». Сол түні Жанел үйге оралғанда Азамат ояу отыр екен. «Қайда жүрсің?» деді салқын дауыспен. «Досыммен», деді қысқа жауап беріп. «Кешкі 9-да ма?» «Иә». Бірақ Азамат ештеңе демеді. Тек орнынан тұрып бөлмеге кіріп кетті. Есікті жай жапты. Жанел сол есік дыбысы арқылы өз жүрегінің де жабылғанын сезді. Ал Марк, ол оның ойында ғана емес, енді жүрегінде де өмір сүріп бара жатты. Жанел терезеден сыртқа қарады. Қала шамдары алыстан жылтылдайды. Сол шамдардың арасында біреу оны күтіп тұрғандай. Оның ертеңгі күні не боларын ешкім білмейді. Бірақ бір нәрсе анық еді, Жанелдің өмірі баяғыдай болмайды. Сол түні Жанел ұйықтай алмады. Терезеден сыртқа қарап отырды. Қала шамдары алыстан жыпылықтайды, бір шам өшіп, бірі жанады, дәл оның ішкі күйіндей. Марктың дауысы, күлкісі, әр сөзі құлағында қайта-қайта жаңғырып тұр. Бірақ оның жүрегін ең көп қинаған нәрсе енді не істеу керек екенін білмеді. Күйеуі Азамат соңғы аптада мүлде салқындап кеткен. Әңгіме жоқ, назар жоқ. Үйде екі бөтен адамдай өмір сүріп жүргендей. Бірақ соның өзінде Жанелдің ішінде бір кінә, бір қорқыныш бар еді. Ол өзіне «мен опасыздық жасаған жоқ қой» деп жұбатты. Бірақ жүрегі бұлай ойламайтын. Ертеңіне Марктан тағы хабарлама келді. «Мен кетем, Айдана, бір айға командировкаға.
Бірақ сені көрмей кеткім келмейді. Жүрегі дір етті. Бұл сөздерде қоштасу ғана емес, әлде бір соңғы мүмкіндік бардай сезілді. Ол ойланып тұрды да терең тыныс алып, кездесейік деп жазды. Олар тағы сол жердегі кофеханада кездесті. Сол баяғы үстел, сол баяғы музыка, бірақ бұл жолы бәрі басқа еді. Марктың көзінде мұң бар. Мен бұл қаладан кетем деді ол баяу. Бірақ мені осы қалада ұстап тұрған жалғыз адам бар. Кім? Деді Жанель сыбырлап. Сен? Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Көңілі алай-дүлей. Бір жағы оны тоқтатқысы келді, екіншісі ештеңе айтпай, сол сәтті мәңгіге сақтағысы келді. Марк оның қолын ұстап баяу айтты. Егер бір күні бәрі қиындап кетсе, жай ғана көк аспанға қара. Мен де сол аспанның астында болам. Сол сәтте көзінен жас шықты. Ол бұл кездесудің соңғысы екенін сезді. Марк кетер алдында оған шағын кулон сыйлады. Бұл саған. Еш уәде емес, бірақ менің естелігім, деді ол күлімсіреп. Жанель сол кеште ұзақ отырды. Кофе суып қалған, ал оның ойы әлде қайда алыста еді. Ол өмірінде алғаш рет өз сезімінің күшімен қорықты. Келесі күні Марк шынында да кетті. Телефон үнсіз, хабар жоқ. Ал үйде бәрі баяғыдай, бірақ бәрі басқа. Азамат біртүрлі суық, бірақ енді күдікті. Бір күні кешке ол күтпеген сұрақ қойды. Жанель, сенің көздерің өзгеріп кеткен. Біреуді кездестірдің бе? Жүрегі шым ете қалды. Бірақ ештеңе демеді. Тек теріс қарап, жай ғана. Жоқ, деді сыбырлап. Азамат үндемеді. Бірақ содан кейін ол бұрынғыдай емес, әлде бір мейірімсіз адамға айналды. Үйдің іші үнсіздікке толы, ал Жанельдің жанында тек естелік қалды. Күндер өтті. Бірде жұмыстан үйге келе жатып, ол сол аялдаманың жанынан өтті, алғаш Маркты көрген жер. Жаңбыр. Дәл солай. Көзін жұмды. Жел бетіне соғып, шаштарын ұйтты. Бір сәтке ол қайтадан сол кешті сезінді. Марктың күлкісі, қолындағы қолшатыр, ағылшын акценті бәрі дәл қасында тұрғандай. Сол сәтте телефоны дір етті. Хабарлама. Мен оралдым. Кездесейік. Жүрегі атша тулады. Бірақ бұл жолы ол асықпады. Кешке үйде айнаның алдында ұзақ тұрды. Көзінде бұрынғы Жанель емес, өмірден көп нәрсе өткерген, енді өз шешімін өзі қабылдайтын әйел тұрды. Кездесу орнына барғанда Марк оны алыстан көрді. Жымиып қарсы алды. Бірақ Жанель бір сәтке тоқтады да, жай ғана басын шайқады. Мен сені ешқашан ұмытпаймын. Бірақ мен енді өз өмірімнен қашқым келмейді. Марк үнсіз тұрды. Тек басын изеді. Мен түсінем. Сен мықтысың. Сол сәтте екеуі үнсіз құшақтасты. Бұл қоштасу емес еді, бұл алғыс, бұл кешірім, бұл өмірдің сабақтары еді. Жанель үйге оралғанда Азамат ас бөлмеде отыр екен. Ол бұрынғыдай емес, бір түрлі өзгеше көрінді. Кешір мені, деді ол кенеттен. Мен сені түсінбеппін. Жанель ештеңе демеді. Тек жай ғана оның жанына отырып қолын ұсынды. Бұл бітім бе, әлде соңғы тыныштық па, оны өзі де білмеді. Сол түні аспанда жұлдыздар ерекше жарқырап тұрды. Ал оның мойнында Марк сыйлаған кулон жарқ етіп, ай сәулесін ұстап тұрғандай. Бәлкім, өмір кейде бізге бір адамды жіберіп, өзімізді тану үшін ғана жолықтыратын шығар. Жанель енді өмірді өзгеше көрді. Ол енді басқа әйел еді, қорықпайтын, сүйе білетін, бірақ ең бастысы өз жүрегінің дауысын тыңдайтын әйел. Соңы? Достар, оқиға сіздерге ұнады ма? Егер ұнаса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет, достар.